Жұптық бидің жағдайы қалай қазір? Жалпы Азияда жұптық би болмаған, ол тек қазақ халқында ғана болған. Себебі біз бәріміз білеміз, қазақтың қыздары беттеріне жапқан жоқ қой. Жапқан жоқ беттерін. Мен білмеймін, қазір мынандай бір орамал тартады ғой, кішкентай балдарға тартып қояды. Мен өзімнің анам орамал тартқызбайтын. Сен ертең барған жерінде орамал тартып үлгересің деп. Мен келіншек болып түскенде өзім нағашы әжем бірге келіп маған айналайын басқа орамал тартып аяғыңа шұлық ки деген. Мен ол кезде заслуженный әртіспін. Ауылға бар жаттым, мәйтмей әжесі соны айтуға келдің ба деп нағашы әжеме ренжігем. Бірақ дегенмен мен мысалы елге барғанда соны басыма орамал тартып аяғыма шұлық киіп жүргеннен жаман болған жоқпын. Елге сыйлы келін болдым. Көрдіңіз ба? Сондықтан бетін жаппаған қазақтың әйелінде жұптасып билеу болған. Қандай? Біздің Сара апамыз айтысқан жоқ па? Ол бетін бүркемей келді де тіке айтысқа кірісті. Дина әжеміз күйді тартқан жоқ па? Бір елге келі болып түскенде ол уже белгілі күйші болған. Бәріміз білеміз. Ол домбырасын іліп қойған жоқ. Қазақтың өнерді түсінуі, өнерді сүйуі, өнерді сыйлауы деп түсінемін мен өзім. Мысалы, әйтпесе келге қол қарағым, іліп қой домбырам деуі болады ғой. Бірақ сол барған жеріндегі халықта жиналып соғысын тыңдаған. Соның барлығы айналып келгенде қазақтың жұптық сахналық билерінің пайда болуына әкелді. Ертеде мысалы келіншек, қайынменен ойындар, сондай бір билер қысқа неде болған, оларда болған. Бірақ біз соның барлығын жинақтап әкеліп сахнаға келіншек деген бил шығардық. Екі қайынменен жеңгесінің ойыны, қазақта өзі әзілдің өзі әдемі болған ғой. Жаңа шұқып, түртіп, ойнамаған қайындары жеңгесімен. Олар әдемі қалжыңмен ойнаған. Соның барлығы сахнаға мазмұнды би туғызуға дерек болды жалпы. Сондықтан жұптық би қазақта болған.